Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сандуғаш Садыкова. Маған жекеге сіздерден өте көптеген сұрақтар келіп түседі. Оның бірі, вице-директор сатысына шықтым, енді менің личный оборотым қанша болу керек? Сіздер білесіздер, бізде BSI компаниясында таңдау беріледі. 100 балл, 150 балл, 300 балға личный оборот жасауға таңдау беріледі. Олай болса, осылардың айырмашылығын мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Сонымен сіз вице-директор сатысына шықтыңыз. Сіздің личный оборотыңыз LO, яғни егерде 100 балл болатын болса, онда сіз міндетті түрде өзіңіздің айлығыңызды алып отырасыз. 100 балл үшін де. Оны біз ОВ деп атаймыз, яғни объемное вознаграждение. Егерде сіз 150 балл жасайтын болсаңыз LO, ондай болса сіз міндетті түрде мына жердегідей ОВ-ңызды аласыз, айлығыңызды, сонымен қатар бұл жерге премия қосылады. Яғни басқаша сөзбен айтатын болсақ, директорский бонус. Директорский бонус премия дегеніңіз ол 12 айдың ішіндегі 6 айын егерде сіз вице-директор болып егерде қорғайтын болсаңыз, онда сіз директорский бонус, яғни премияңызды алып отырасыз. Сонымен қатар компания сізге тағы да бір LO береді. Егерде сіз личный оборотыңызды 300 балл жасайтын болсаңыз, онда мына жердегідей ОВ-ңызды алып отырасыз, айлығыңызды. Сонымен қатар премияңызды мына жердегідей алып отырасыз, премияңызды, директорский бонусыңызды. Сонымен қатар бұл жерге бонус развития қосылады. Бонус развития деген бұл акция, BSI компаниясындағы акция. Керемет акция. Егерде сіз 3 ай қатарынан 300 балыңызды жасап отырсаңыз, вице-директор сатысын қорғап отырсаңыз, онда сізге компания 18 000 рубль сыйлық береді. Сонымен қатар бұл жерде путешествие қосылады, бұл жерде квартира қосылады, бұл жерде автопрограмма қосылады. Ал енді мына таңдау жасайтын өзіңіз, өз еркіңіз, нені алғыңыз келеді? 300 балл ма, 150 балл ма, 100 балл ма? Оны шешетін тек өзіңіз. BSI компаниясына келіп қосылыңыз. Біз сізді асыға тосамыз.